фузариоз ауру туралы кішкене айтып өтейік. Мына жерде қауындарды көріп тұрсам, міне кішкентай өскен өліп қалған бірақ. Қазір мен себебін айтамыз. Бұның фузариоз деген ауруы бар. Қауындар, қызанақтар бәрі көкөзіп көп жерде өлген. Қазір көрсең себебін. Жаңа жуылған мына өзегінің іші осылай қоңырланып кетеді міне. Бұл фузариоз ауруы. Бұл қоңырланды дегенде фузариоз ауруы топырақта болады. Сосын тұқыммен келеді бірге. Сосын мына өзегінде жүріп, осының ішінде сөлін сорған екен, осы жерге өзінің токсиндерін бөледі. Токсиндер мына бойын жауып тастайды, мына бойын. Өзегіне су жүрмейді, жапырақта түзілген органикалық заттар фотосинтезде төменгі тамырға да түспейді. Сосын қорек төмен жоғары жүрмеген соң бұл өлетін болады. Бұны фузариоз ауруы. Бұны фунгицидпен өңдеп ала алмайсыз. Фунгицид тоқтата алмайды бұны. Енді басталып келе жатқан фосфатил алюминий бар құрамында дәріні шашсаңыз болады фунгицидті, ал бірақ мына кезде ол ешқандай көмектеспейді. Оны тек қана жұлып алып тастайсыз. Негізі мына жерде қазір топырақта бар инфекция, мынаның бойында да инфекция бар. Сол үшін бір жыл ауыспалы егіс пайдалану керек. Сосын мүмкіндік болатын болса, тұқымды, егер қауынды көшетпен егетін болсаңыз, қиярды, асқабақты, онда оны көшетті дәрілеу керек тұқымын міндетті түрде. Болмаса ол көмектеспейді. Оған фитобактерин деген дәрі бар. Солармен жұмыс істеген дұрыс. Болмаса мына жағдай келіп туады.